ұлттық үйді жобасы аясында химия биология бірлестігінің Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме повестін таңдадық. Ақ кеме шығармасындағы басты кейіпкер бала. Шығармада бала есімі аталмайды. Мінезі қиялшыл, сезімтал, жүрегі мейірімге толы. Ерекшелігі табиғатты жақсы көреді, адамдардың қатыгездігін түсінбейді. Арманы алыстағы ақ кемені көру, әкесін табу. Үлкендердің қатыгездігі мен әділетсіздігін түсінбей өтті, іштей адамгершілікті сүйеді. Оның ата-анасы жоқ, ол жалғыздықта өмір сүреді. Оның жалғыз жұбанышы қиялы. Бала көлде жүзіп жүрген ақ кеме туралы армандайды. Ұшқыр қиялмен ақ кемеге күнде барып әкесімен тілдеседі. Атасы оған бұға ана туралы аңыз айтып береді. Бұл аңыз ата-баба дәстүрін сақтау, табиғатты қорғау туралы. Баланың ең жанашыр адамы оның атасы момын. Атасының мінезі адал, жуас, өте мейірімді, және оның рухани дүниесі өте бай. Атасына ұнамайтын бір қасиет әділетсіздікке қарсы тұра алмайды. Бекей момынның үлкен қызы, ол Расқұлдың әйелі. Мінезі тағдырға мойынсынған, әлсіз, іштей күйзелген. Арманы бала сүю, қайшылығы күйеуінің қаталдығына қарсы тұра алмайды. Оразқұл орман шаруашылығында жұмыс істейтін қатал адам. Мінезі өзімшіл, билік құмар және қатыгез. Адамға да табиғатқа да жанашырлығы жоқ. Шығармадағы жағымсыз кейіпкер. Бірақ ормандағы ересектер, әсіресе Оразқұл, табиғатты аяламай келіп оны өлтіреді. Ол рухани құндылықтың жойылуын білдіреді. Табиғат бейнесі. Шығармада табиғат жай ғана фон емес, тірі кейіпкер сияқты. Адамдардың рухани деңгейін табиғатқа қарым-қатынас арқылы көрсетеді. Бұғы ана аңызы адамгершіліктің символы. Қысқаша айтқанда, шығармада жақсылық пен жамандықтың, тазалық пен қатыгездіктің қарама-қарсылығы көрсетіледі. Негізгі мағынасы: жақсылық пен жамандықтың күресі, табиғатты қорғау идеясы, балалық тазалық пен ересектердің қатыгездігі. Шығармада адамның қатыгездігі баланың таза сезімін күйрететіндігін көрсетеді. Ақ кеме адамгершіліктің символы. Кітап оқу челленджін көркем еңбек және музыка бірлестігіне жол